Шоқан жерінің шетсіздік. Мыңда 835 жылы қараша айында Қосқұрым бекінісінде. Кейінгі деректерге сүйенсек, Шоқанның өз қолымен сызған картасында Қыстау деп жазылған күн тимес деген жерде өмірге келген екен. Шоқан балалық балғын шағын өлең жырларға арқау болған Сырымбеттей сұлу жердің төркін тілін меңгеруге ұмтылады. Шоқанның бала кезінен құмартқан өнерінің бірі сурет салу. Туған жерінің шетсізді шексіз, кең жазира, жасыл орманды табиғатынан үлкен ләззат алып, бар сұлулығын бойына құйып өседі. Шоқанның табиғи дарыны мен зеректілігі көзі көрген нәрсеге терең үңіліп, жақсы жаманды тез байқап, жадында жатталып қалуына мүмкіндік береді. Корпустың оқу бағдарламасында әскери пәндермен қатар география, тарих, әдебиет, философия, математика, сызу, сурет салу, француз, шығыс тілдері оқытылады. Сонымен қатар ән, гимнастика, жүзу, би, қылыштасу, салт атпен жүру енгізілген. Шоқан. Когда Чопан Уалиханов предпринял путешествие в Кашгарию, то он имел возможность встретиться. Жақсы балалар, соның жаңа алдарында көргендей, Шоқан Уалихановтың жалпы кім болған туралы шаман мәлімет алды. Әрине Шоқан Уалиханов туралы бұған дейін де өздерің білесіңдер. Енді қараңдар, Шоқан Уалихановтың бойында қаншама ол біздің тұңғыш саяхатшы, әдебиет зерттеушісі, көптеген сол кезеңде қазақтың тарихына қатысты, әдебиетіне қатысты мол мұра қалдырған қалың адамдардың бірі. Енді бейнебаянды тыңдады. Жақсы, енді содан не oldu? Шоқан кім болған балалар? Неге кластерге тез қойып? Алдарда стипендия пайдаланып, Шоқан қандай көмек жылдарын байқадыңдар? Балалар топбашылар кім бізде? Топбашылар бар ғой, иә? Дене талдаудан бастап балалар жүргізеді. Балалар 3 минут уақыт береді, естетейік. Қалғанысында, қайсы кім қорғайды? Жоқ, болмайды, жеке-жеке айтайық. Топбашысы тағайындай ғой. Яғни зерттегісі келген екен, иә? Зерттегісі келген. Жақсы, келесі. Қосамызда балалар, қосарымызды айтайық, иә? Енді айтылмаған балалар, айтылмаған нәрселерді айтайық. Тұра ғой. Келесі. Шоқан Уалиханов Қостанай облысында 12 жасында Омбыда кадет корпусына түскен кезінде ол онда тағы да көптеген өнерлер үйрене бастайды. Сурет салу, жүзуді, сонымен қатар француз тілінде игереді сол жерде. Сөйтіп сол жерде білімін жетілдіріп болғаннан кейін ауылына қайтқан кезінде офицер атағымен ары қарай өзінің арманына жетуге тырысады. Яғни өзінің алдына қойып көптеген армандар, туған жері елі қызмет етуді жалғастырады. Жақсы балалар жазған қастерлерін тақтаған. Жақсы қойы. Жақсы алдарында қарасдар әшкерені расылынан. Бірақ балалар берғандар, нақтараудың атын жазып қоймаңдар. Жарай ма? Bir okuyanlara жазамыз. Балалар сағаттық арқылы айналамыз. Балалар енді қараңдар.
bir detaylı salonlarına bulunardı ya, nemesi keyif gelir, salonlarına bulunardı, özürüzge sünüş o ya. Bunda bu negizgi nasip salonları var. Uzun sonra aytpaymiz bo'ladi, qisqamizda. Uzun suretте biz üçüncü mısırda geliyoruz. Bizlar e'tibor qarasin, barni ko'ramiz. Mısır qaydan mısır kendisini yaparam o'tirgan qasma o'tir. Sonda o kezi müsünçü mısır qaladı. Ay. Siz ne deydi? So'zni aytadi. Mısır qaydan sen de quloq qiladi kelgan bo'lsa, so'z kezi shu chiqadi. Men ishketlar kezmen basta, o'sha qulog'imda asab kezdida da o'tirib, yesh birlikda qulab ko'rgan jo'q deb maqtanadi. Yaxshi. Shu qanday bayqab qo'shgan? O'sha yerda qolgan alg'ish menchi suratni ko'rsatamiz, xasta to'pni barib ko'ringizmi? Yaxshi tingdab o'tirmiz ғой, kelesi topsha бағалайтын топша қарап отырыңдар, қазір бағалайсыңдар. Келесі топша айтамыз. Қараймыз. Көрсете ғой суретті бәріне көрмейтіндей ғой. Келесі топша. Алда басқа жаңа бағалаушы топшалар қарап отырсыңдар ғой, Біз суреттен бұл жақсы, сендер солай оқытыңдар. Енді бағалаушы тараптар, бағалаушы топшалар. Сендер не қайсыды? Üçüncü mısıkta ne? Kaldır şuraya. Bastamız. Kay süret? Valla buraya bir kay süret. Ақтан батырмен сурет. Түсіндірген бойынша. Қалай дұрыс па сендердің ойларыңнан шықты ма? Жақсы, жарайды. Келесі топша. Сендердің бергендерің қайсы? Біздікі екінші қыстарымыз бергеніміз. Басқа топ бағалап жатырмыз ғой, Сурет дұрыс салынды ма? Жақсы, енді балалар жалпы жаңа бейнебаянында көрдік, Шоқан Уәлихановтың жан-жақты кереметке алғы білімді болуына әсер еткен көптеген арналар бар, әке-шешесі, әжесі, оның өскен ортасы, Шоқанның өзінің алғы болуын осының бәрі әсер етті. Енді балалар Сапарғали Бегалин бала Шоқанын оқыдық қой. Енді осы кітап бойынша топшыларға тағы да тапсырма береді. Шоқан нәралдан басталады, яғни соны жазамыз. Қандай нелерден басталады? Келесі, Шоқанның қалың болып қалыптасуына кімдер әсер етті? Шоқан бойындағы ерекше қасиеттер топтастырыңдар. Мұндай зеректер. Қандай әкесі нағаштарына барады ғой, жаңашыларына бөлінетін жүрек ат береміз деп, одан кейін Ләйлә Мәжнүн жүрді. Ләйлә Мәжнүн. Жақсы. Тынышталам. Айда ойыңдар. Бізге берген тапсырма Шоқанның тарауға бастаулары. Ол Шоқанның тарауға бастаулары ең алғашында ол әжесі Айғанымнан халық ауыз әдебиеті, батырлар жыры, шығыс әдебиеті және Ләйлә Мәжнүн, Сүйек Тарғын, Ескендір поэмасы, Ескендір намазы және Пушкин мен Лермонтовтың аудармалары аударған болады. Одан кейін оның өскен ортасы соған әсер етті. Өйткені әкесі Шыңғыс өте сондай бай ауқатты адам болғаннан кейін қасына жыршы, ақын адамдар көп келеді. Ол жырлар көп естігеннен кейін сондай оған қатты әсер етеді. Одан кейін Добролюбский, Ильинский,
Герцен, Ильинскийдің шығармалары өте жақсы көреді. Өйткені олар жер бетін шарлаған адамдар болады. Азияны, Еуропаны шарлаған адамдар болғаннан кейін солардың жазған шығармаларын қатты жақсы көріп оқиды. Және бұны омбы корпусында көп оқиды. Балаларында отырмыз ғой, даралған бастаулар дейді. Қосарыңыз бар ма? Жақсы келесеңіз, яғни Шоқанның өскен ортасы өз әсерін тигізеді. Шоқанның осындай алып білімді болуына айналасы, әжесі Айғанымның тәрбиесі, әкесінің айналасындағы жаңағы ақындар, жазушылар, жыршылар, ел арасындағы әңгімелер, қиса дастандар, жаңағы ұстазы оқыған шығыс әдеби сүлдер, Фирдауси, Омар Хайям, осылардың бәрін шығармалар оқып, осының бәрі Шоқанға өзінің игі әсерін берген. Жақсы келесің? Отыра қойыңдар. Балалар тыңдап отырмыз, Сіздерден персонаж Шоқанның ғалым болып қалыптасуына кімдер әсер етті? Шоқанның ең бірінші ғалым болып әсер еткен ол Айған мәжлісі. Өйткені ол Айған мәжлісі Шоқанға жастайынан түрлі әңгімелер оқып берген. Және Шоқанға ол түрлі бата берген. Сені ғалым болуына мен сенемін деп айтқан. Білім алуына ерекше ықпал еткен, омбы кадет корпусына баруға да осы әжесі Айғанымның ықпалы айтып берген, әңгімелерді жақсы қарайсың. Екіншіден, оның әкесінің әсерінен. Әкесі Шыңғыс оның омбыдағы кадет корпусына түсуге көмектеседі, және де әрқашанда мейірбан адам болған ол. Әрқашанда жайлы сөздермен ұлына жігер беріп отырған. Әкесі Шыңғыстан тағы не үйренеді? Қалың дәптерінен алып, сонда түрлі жазған жазбаларды көреді, көреді, соны жаттап алады. Содан кейін өзі де қайтеді әкесі. Әкесі сияқты өзінің көрген білгенін дәптерге жазып отырады, жақсы. Үшіншіден, оның анасы Зейнеп. Анасы Зейнеп ұлына әрқашанда сеніп, демеу беріп отырған, сен не істесең де мен сені әрқашанда қолдаймын деп сенім беріп отырған. Төртіншісі Әубәкір Молда. Әубәкір Молдадан Шоқан ол өзі білім алады. Оған Әубәкір Молда Шоқанға түрлі кітаптар берген, оларды қиссаларды оқытып, Шоқанның алдағы білімін жетілдіруге көмектескен. Одан кейінгі Ақын Арыстан. Ақын Арыстан Шоқанның ауылына келген кезінде оның өнеріне қарап, Шоқан соған қарап, өзі де сондай өнерлі адам болғысы келіп, және оның әрбір істеген қимылына, басынан аяғына дейін бақылап, қадағалап отырған. Солда оның алға деген, өзінің арманына деген біраз, яғни фольклор, халық ауызекі үлгілерін зерттеуге деген ізденісін осы қай жырды жырлап береді Арыстанға? Қос көпеш баянды. Жақсы. Одан кейінгі Сотников. Одан не үйренді? Ол одан ең алдымен сурет өнерін өнерді. Өнерін үйренді. Әкесі бір айдай жұмысқа кетіп қалған кезінде, онымен Сотниковпен өте жақсы араласып, бір айдай араласып, оның сызған суреттерін өзі де бір бетке қайталап, соны суреттерді салып отырып, кейін не істеді? Өзі де көргені сізден салып суретші болады. Яғни суретшілікке бейімделе бастайды. Жақсы, келісеміз бе балалар? Жақсы. Келесі бізде Шоқанның бойындағы ерекше қасиеттер. Шоқан Уәлиханов ол кісі қарапайым болғанның былай айта кетсек, өнер құмар емес, басқа да адамдардың мүліктеріне көп қызықпаған. Мүліктеріне қор емес екен, қайдан айтады? Ал, кім айтады? Айта ғой? Екінші қысқа деген әңгімесі бар ғой, сол кезде айта ғой. Нағашы ауылына саяхат деген жерде, бұл жерде оның әкесі нағашылардан сендердің жиендерің бірінші рет келеді, не сұрайсың деп те айтқан жоқсыңдар ғой, бір жүйрік тұлпар бетіңдер нелерің кетеді дегенде, Шоқан тұрып, әке, ондай жүйрік бізде де бар ғой. Осы кезде нағашылары оның айтқан жағына қаттыған. Яғни бұл жерден дүние құмар екенін байқауға болады. Біз ол кісінің оған қозы көрпеш баянсыз болып қоямыз айтып келген кезде
ол өзі кадет корпусына барған кезде соны орысшаға аударып өзі орысшаға аударып жазған. Келесі сирек және де ойшыл Шоқан Уәлиханов әрқашанда ізденімпаз болған және де көптеген елдерге өз саяхатын жасап, орыс зерттеп, сол елдерге қызыққан болатын. Және де ол кісі суретші болған. Ол суретші болған кішкентай кезінен өзі қалаға оқуға барған кезде сол жердегі заттарды көргендердің бәрін тез арада суретке түсіріп үлгеріп отырған. Сол жерден түсіп айтқан сіз арқылы бала шоқанға назар аударыңыз. Жақсы. Жанашыр дейді, омтал дейді, оны не айтқан? Бұл жерде біз Шоқан Уәлихановтың жанашыр екенін, ол мүсінші мысықты біле аламыз. Мүсінші мысықта мысық жерге құлап қалған кезде тезірек атына түсіп, ұстаған бірде ешқай жерің ауырып қалған жоқ па деп, сол жерде өзінің жанашырлығын көрсетеді. Тағы да? Мүсінші мысықтың киімі жоқ болып қалған кезінде өзінің киімдерін әжесіне айтады, менің бұрынғы ескі киімдерімді беріңізші деп айтады. Ол тақта уәдеге беріп, себебі ол мысыққа айтады, мен саған барамын дейді, сол күні міндетті түрде әжесінің ауылына барады, сол жерден қалып қойып мысыққа барады. Одан кейін жанашыр болғаны ол мысықты оқуға өзі оқысын деп соған өзін етеді ғой. Оқысын, білім алсын деген өзі жанашырлығын көрсетеді. Одан кейін мейірімділігі нағашы ауылына келеді ғой. Сол кезде нағашылары құлын сөйтпекші болады. Сонда ол сол құлынның көзіне қарап, ботадай көзі жас болып қалайды. Неге оны өлтіресің деп, мен оны жек көрмейді деп білгенде айтады. Ол сендер келгеннен қонаққа келгеннен не оны біз жейміз, не оны қасқырлар жеп қойып деді. Яғни мал адамның қажеттілігіне жаратылғанына жаратылған. Екінші қысқа деген тақсырында шын дос деп көруге болады. Өйткені Анатолийдің қылығы ол өзінің айтпайды қандай қылығын жасаған. Яғни айтпайды және Анатолийдің өзінің мойындағанын қалай. Жақсы, жарайды балалар отыра қойыңдар. Жақсы, сонымен бала шоқан повесінде біз шоқанның бойындағы көптеген қасиеттерді таныған кезде, енді балаларымды бала шоқанның мүсінші мысықты әкесіне айтып оқуға алып кетуіне не ұқтық? Негізгі шоқанның қандай екенін байқадым осы жерде. Кім айтады? Оқуға деген ынтасы, білімді болғанына жақсы көреді және де мысық қандай бала? Қай ортадан шыққан бала? Кедей. Яғни кедейлердің Ол өз оқып жүрген ортасында бір мұғалім айтады ғой, ана мүсіндерін көреді ғой, сол мысық жасап берген мүсіндер. Сол мүсіндерді кім жасап берген, қандай шебер бала деп. Ол кедей бала біздің ауылда тұрады, ауылдың маңындағы ауылда тұрады. Ол мысық, ат мысық өте кедей бала, оқығанда жоқ, әлі оқуға да бармаған дейді. Сол кезде жәнегі оқытушы айтады, өз ойын білдіріп, ақыл қосып. Сол баланы сен осы жаққа оқуға интернетке берсеңші дейді. Сол кезде интернетке содан егер мен ол баланы осы жаққа алып келсем, сіз апарасыз ба деді. Сол кезде оқытушы иә апарамын деп. Кімнің баласы ба? Шоқан сол жерден ғана мүсінші мысық туралы кім сұрайды ғой? Сотниковты сұрайды. Сотников айтады, осы түйені кім жасады? Осы сені ойласа бар, осы оқығаннан кейін осындай балаларға көмек ашасың, мектеп ашасың дейді. Жақсы. Осы жерден біз шоқанның қандай екенін байқаймыз. Нағыз елінің жанашыры екенін байқаймыз. Яғни өзінің саналы ғұмырын неге арнаған? Елінің осындай көркеюге, осы мысық секілді кедей балаларды оқытса деп армандайды. Бүкіл өмірін неге арнайды? Елінің тарихы, мәдениетін, әдебиетін зерттеуге арнайды. Балалар жақсы, бүгінгі сабақты аяқтайық осымен. Бүгінгі сабақтан балалар рефлексия жасайық. Ақырдың алды қалқаның алдарында тұр. Не түсіндік, не ұқтық, не қызығы болды, иә? Соны тезірек неге толтыра қояйық. Одан кейін топташылары бағалау қараған бойынша айта берейік. Алдарында бар мендер. Толтыра берейік. Ал айта берейік балалар, не ұқтың? Топташылары жазбай қойып қалар ауыз етеді. Сабақтан бірізақтан еуқтым. Бүгінгі сабақтан сағын білмеген нәрселер біріншіден ол Шоқан Уәлиханов, Мұхаммед Қанаберген
алған мәліметтен қандай жаңа идея туындады. Біз мектеп кезінде бала шаққанын тек қана өзіміздің оқыған болатынбыз. Ал осы жолы толық хикаятты оқып бітіп, оның хикаяттың ішінде бала шаққанның кішкентай кезінде қандай зерек болғаны, алғыр болғаны, қандай істер жасаған туралы. Өзіңе не түсінсеңіз? Шоқан Уәлихановтай адам жүр жылда бірақ. Мен бүгінгі сабақта Шоқан жайлы көптеген мәліметтер білдім, және осы басқа да шетелдің ақын жазушыларының шығармаларын, мысалы Лермонтов, Пушкиннің шығармаларын аударғанын, солардың шығармаларын қызық оқығанын білдім. Бүгінгі сабақта бала шоқанның осы мейірімді, ақылды, білімге деген қызығушылығын байқады. Сол осы жанашырлығын да байқады. Осы жанашырлығы осы мүсінші бала деген оқиғасында байқады. Осы мүсінші балаға өзінің қамқорлығын білдіріп, осы сабаққа өзінің тағы да оқып білімін жетілдіріп, тағы да осындай жағдай жоқ балаларға өзінің білімін бөлісуінде. Жарайды, жақсы балалар, рахмет. Жақсы, енді оқушылар бағалап жүрейік. Одан кейін өзінің қорытынды бағаны қоямыз. Балалардың жұмыс жасауы, қане, көпбасшылары. Бағалаңдар. Ал кім бағалайды? Балалармен қорытынды бағаны өзім қоямын. Балаларды қалай қатысып отырғанын біліп отырмын, иә? Жақсы, айта ғой. Біздің топта олар сабаққа белсене қатысып отырды. Постер жасайтын кезде өздерінің ойларын білдіріп қосып отырды. Бүгінгі сабаққа олар белсене қатысты. Жақсы, айта ғой. Біздің топта да 6 оқушы, олар сабаққа жақсы белсене қатысты, өз ойларын толық жеткізе білді деп ойлаймын. Сондықтан оларда жақсы бағаға лайық. Мен топпен жұмыс істедім. Осы постер құрғанда барлығымыз өз ойларында тәртіпсіз және де бізде осы барлығы жақсы бағалайды. Жақсы, балалар бәріміз шығарманың мазмұнын меңгердік пе? Иә. Жақсы. Балалар енді келесі сабақта біз осы Шоқан Уәлихановтың жалпы бала кезеңдегі бейнесін таныстық қой. Енді баласын